оған жоқ па емес па? Бірінші оқушылар жанында атмосфера қалыптастыру үшін қазір өз-өзімізге тектілеу үшін мына жерде суреттер бар, байқадыңдар ғой да тақтада, көрдіңдер ме? Осы суреттердегі суретті пайдалана отырып, өзімізге бүгінгі сабақта тектілейміз. Бірінші топта Саидадан бастайық. Тілегің көп оқып үйренуге жақсы. Келесі ұшып жылан. Мен өзімнің сабақты жақсы меңгеремін. Әмір. Жақсы. Мансұр. Мен бүгінгі сабақта жақсы ойланып жақсы жауап беруге. Келесі екінші топқа Махаббат. Өтем деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы. Қарағай. Осы сабақ аяқталғасын жақсы нәтижемен шығамыз деп ойлаймын. Қоямыз. Сәттілік тілеймін. Апай бірден бастап сабаққа белсене қатысамыз. Белсенді қатысамыз. Бұл сабаққа кіргеннен бастап жақсы білім алатын деп ойлаймын. Келесі топқа Гүлзария. Бүгінгі сабақта өз білімді пайдаланып жақсы есептер шығарамын деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта білімді одан ашып Жақсы. бүгінгі сабақта жақсы сабақты түсініп, жақсы есепті шығарамын деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта есептер шығарып, рахмет.
қандай атмосфера қалыптастыра алдық деп ойлаймын. Енді ары қарай жаңа сабақ бізде жаңа бастан бастап үй тапсырмасын тексеріп аламыз. Ол үшін жаңа шарлар бердім ғой да сендерге. Сол шарларда сыртында сандар бар. Ұстап қарап аламыз. Қазір мен мынаны қарамай, өзім қарамай таңдаймын. Сол шар түскен адам жауап береді маған. А3 бар ма? А3. Көп 6 бар ма? Енді былай қояйыншы сұрақ. Осы жалпы өткен тақырыптар бізде оқиғаның ықтималдығы, оқиғаның ықтималынан барлық өтілген туындылар және оның қасиеттерін өттік та мысалы. Солардың ішінде не білесіңіз? Қаттырақ жақсы, инабатқа ұпай береміз оған да? Келесі таңы. 5. Саған да сондай сұрақ қоя, өткен тақырып бойынша не білесің? Қайталанатын теориялар туралы білеміз. Айтамын. Bir түрдің элементтері бір-бірінен ең болмағанда элементтердің санымен өзгешеленетін қай элементтен тұратын элемент қайталанатын теориялар бар. Дұрыс қой да? Дұрыс айтты, жақсы. Саятқа да 10 оқушыдан сұраймын. Көп бір. Комбинаториялық есептер шектелген жиынның элементтерінен әртүрлі ережелер арқылы комбинаториялық есептер құрастыруға болады және олардың мәндерін табуға болатын есептер бар. Комбинаториялық есептерде Элементтер оқиға деген жақсы элементтер. элементтер оқиға дегеніміз оқиғаға бөлуге болмайтын оқиға. Жай оқиғаға бөлуге болмайды. Дұрыс па да? Иә, жақсы. Мансұр. А5 бар ма? Саида айтамын. Егер X және Y жиындарының ортақ элементі болмаса, X жиынында A элемент, Y жиынында B элементі болса, онда осы X және Y жиындарының X және Y жиындарының ортақ бірігуі A және A қосылған B. Дұрыс қой, А қосу Б болады ғой да? Жақсы. Келесі А2 бар ма? Қалай? Ақиқат оқиғаны ықтималды бірге тең. Дұрыс қой да? Күлген 4. Көмекті ережесі. X тиісті X элементі, Y тиісті Y элементіне. Осы екі жиынды MK деп алатын болса, осы екі жиынның көбейтілу тәсілімен шығаруға болады. Дұрыс. Күлген 3. Алмастырудың формуласы NK тең N факториал бөлінген N минус K факториал. Факториал. Дұрыс. Тағы бар ма? Оптималдылықты классикалық анықтамасы P тең N бөлінген. N бөлінген N. Неше оқушыдан сұрадың? Санап жүрмеші? Ең екі оқушыдан сұрадың. Көп? 3. элементтен тұратын жиынның екі n дәрежесіндегі ішкі жиыны бар екен. 2-нің n дәрежесінде ішкі жиыны бар. Дұрыс қой? Соңғы 5 күнген бар ма? Қарама-қарсы оқиға дегеніміз А оқиғасынан орын алатын асығыша оқиғасы. Асығыша оқиғасы дұрыс. Бұл бізде жақсы. Біршама нәрсені беріп кетеміз.
ары қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі тақырыпты бірінші айтпас бұрын соны ашып алайық. Сондықтан оған арналған видеоға назар аударайық, иә? Потери. Люди начинают воспринимать свой проигрыш как личное оскорбление, поэтому они не могут найти в себе силы остановиться и в порыве какой-то злости все больше и больше повышают ставки, тем самым увеличивая потерянную сумму. Ну все, минутка философии закончилась, мы настроились правильно, за легкими деньгами не бежим, играем ради удовольствия. А теперь давайте считать. Итак, лотерея. Есть люди, которые просто помешались на лотерею. Они прибегают к малоадекватным способам выбора билетов, призывают в помощь какие-то потусторонние силы или несут билеты к экстрасенсам, чтобы зарядить их удачей. Оно и понятно, ведь мы всегда очарованы некими высшими силами, которые якобы управляют нашей судьбой. Давайте разберемся, что к чему. Если подходить к процессу игры обдуманно, то важно понимать основные величины любого азартного развлечения. Поэтому немножечко простой теории. Ставка – это то, чем мы рискуем в надежде на выигрыш. Ну, к примеру, деньги. Шансы – это математическая вероятность выигрыша. Выигрыш – это сумма, которую мы получаем, если ставка выигрывает. Садясь за любую игру, важно сразу понимать, в каких пропорциях распределены эти показатели в данном случае. Думаю, очевидно, что самая привлекательная игра для игрока – это та, в которой показатели распределены так. Ставка минимальная, шансы и выигрыш максимальные. Поэтому задача любого владельца онлайн или офлайн игорного заведения не допустить такого распределения. Следует изучать первый важный факт, который нужно просто принять. Изначально математически игра всегда против вас. Следующее, что нужно усвоить про лотереи. Они относятся к типу азартных игр, в которые кроме везения не требуются никакие определенные навыки игры. Здесь нет смысла считать исходы, анализировать частоту выпадения какого-либо числа за всю историю лотереи и так далее. Если лотерея проводится честно, то вероятность выпадения каждого числа одинакова. Далее, вспомните про соотношение ставка, шансы, выигрыш. В лотерее распределение такое. Ставка маленькая, шансы маленькие, выигрыш огромный. И вы никак не сможете повлиять на это соотношение. Ведь в общем случае выигрыш – это величина постоянная для любого участника. Если мы начнем увеличивать, к примеру, ставку, то есть попросим продать нам билет дороже указанной суммы, ситуация тоже не изменится. И тут многие, немного подумав, ошибочно решают, что могут повлиять на соотношение путем увеличения вероятности выигрыша, естественно, очевидным способом, а именно купить несколько билетов. Тогда я... лотерея ойынымен жаралар бар ойынында. Олардың ұту ықтималдылығы бәрінде бірдей дейді да, билет сатып алған адамдар. Енді лотерея сатып алатын жерлер, олар тираждар жасайды. Олар миллиондар жасайды. Кем дегенде 100 мыңдап немесе 50 мыңдап жасауы мүмкін. Сондықтан сенің ұту ықтималдылығың барлық әр қатысушының ұту ықтималы бірдей. Бірақ көп адамдар ойлайды да, мен ұтуым мүмкін, сондықтан мен 4 билеттен 5 билеттен сатып алсам, немесе 10 билеттен. Сен 100 билет алсаң да, ұту ықтималдылығың 50 мыңнан 100 мың ойлап қоя, өте кішкентай. Сондықтан не қатысатын болса, кішкентай тираждағы билеттер санынан көп билет сатып алуға тырысу керек. Немесе ондай үлкен ойындардан аулақ болу керек деген сөз айтып. Осыған орай бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазалайық ықтималдықтарды қосу және көмесу ережелері шартты ықтималдар. Бірінші ықтималдықтарды қосу және көбейту туралы айтып, кәсіптерге жазалдық па да? Тақырыпты жазып алсақ, біздің оқу мақсатымыз мына жерде көріп тұрғанымыздай ықтималдықтарды көбейту ережелері, ықтималдықтарды қосу ережелері көрсетілгенді. Осылармен қазір бүгін есеп шығарып, бұл не үшін арналған, соны түсіну мақсатында есеп шығарамыз. Және біздің мақсатымыз осы ережелерді түсініп және қолдана алуымыз керек. Осыған қосу. Енді ары қарай қараймыз. Бірінші жаңа айттық, қосу және көбейту дедік. Қосынды
оқиғалардың А және Б оқиғаларының қосындысы деп мынандай стимулмен белгілейміз А қосылды деп, иә. Ол дегеніміз не? Мысалға мен мысал келтіріп алдым. Бірден түсінікті болу үшін қорапшада 30 шар бар. Елестетейін. 30 шардың 15-і қызыл болсын, оны көк болсын, 5-еуі жасыл болсын. Енді бізге сұрақ былай қойылған. Осылардың ішінен қандай да бір шарды таңдап алсам, оның не болмауы керек? Жасыл болмауы керек. Енді жасыл болмау үшін ойланасың ғой, менде қандай болып шығу керек? Көк болуы мүмкін, немесе қызыл болуы мүмкін. Яғни маған көктер керек, немесе қызылдар керек деп ойланамыз, да? Яғни жасыл керек емес. Сондықтан бірінші көктермен, сосын қызылдармен жұмыс жасаймыз. Яғни бірінші қызылдардың классикалық анықтаманы жаңа кім айтты? Айтты ғой, да? Қалай тең болады? М бөлінген N деген формулаға саламыз. Яғни бүкіл шар неше болды? 30 болды, қызылдар 15 болды. Маған бұл керек, да? Сосын не керек керек? Көк керек. 30 өзгермейді, ол барлық шардың саны, да? Ал 10 көктердің саны. Ал жасылды біз не істемейміз? Алмаймыз, да? Демек енді осы екеуін қосамыз, сонда 30-дан 25 шығады, және ол екеуін 5-ке қысқартатын болса, қалған 5 деген сан шығады. Сонда бізге қандай да бір жиыннан бір нәрсені таңдап алу үшін әртүрлі нәрсе қалатын болса, екі ортада, онда екеуін қосып алады екенбіз. Ықтималдықтар. Түсінікті ғой, да? Ары қарай. Енді осыған байланысты қазір мен сендерге жұмыс дайындап бердім. Мынау бірінші топ сендер боласыңдар, да? Бірінші топтың тапсырмасы бұл, екінші топтың тапсырмасы сендерге, үшінші топтың тапсырмасы сендерге. Енді бұл жерде M&M's әдейі алдым мен. M&M's-ін үшіне бесік алда түсіреді. Қандай бар? Әртүрлі, да? Оқыларға бөлем қазір. Сұрақтарымызға байланысты топтық жұмысты орындаймыз. Мына жерде материал бар. Және байқап отырсаңдар, бұл тапсырма 3 балл түрінде ғой, не жұмыс жасап керек жаңа мысалға. Бірінші жаңа не санат? Барлығын санатты, ал жұмыс жасаймыз. Мына жерге шашып сана болады. Не, ұнамайсыз да? Міне, мына жақта 3-ші сағатта да күшті қойып аласың. Сосын анықтап жазыңдар есептеп. 10 минут уақыт бар, сондықтан асықпаймыз. Сұрақ қойыңдар ма? Сұрақ қойыңдар ма? Үшінші топ дайын. Сразу же это бірінші разында барлығын үшеу.
Қызыл мен сары болмау керек деді ғой. Уже болу керек деп. Иә, бар ішіне болмау керек. Жасыл болмаса бана нелер бана біз мысал келтірдім, жасыл болмаса нелер иә, қызыл мынаны аламыз да қызыл мен жасыл болмау керек деді ғой. Сендер не есептедің? Қыз ауырса мен үйретемін жаңа қалған түсіп Ал болды па? Кім дайын? Үшінші топ дайын болыпты да? Болды ғой да? Дайын болсын мен сендер Командный сайт. Письмите после 3 команд шығады. не болмау керек, не болу керек. Шығарсың да енді қорғап кетір. Кел ал. Ақылат кетші. Ал бізде қандай болды, қандай болды айтамыз. Қаттырақ айтамыз. бізде жалпы элементияны Тыңдайық да? Жұмыс істеп тыңдайық. Болды. Жасыл мен сары болмау керек деді. Қайда берші? жалпы элементияны Сендерде жасыл неше болды? Жасыл мен сары. Жасыл сары екеуі болды. Демек үшеуін жоқ да? Шынымен 11-ден 8 алса 3 қалады ғой да? Үшеуі жоқ, дұрыс шығарған сәл. Келесі кел. Келе алыңдар. Дұрыс шығарған. Және бірінші болып сары. Қызыл және жасыл болмау керек деді. Қайсынан қандай болды айта қойды. енді бізде барлығы 16 және сарғыш түс бізде біреу Сендерде неше түрлі төртеу болса екеуін алып тастағанда екеу қалмайды. Бес түрлі дейсің ма? Онда біреу, екеу, үшеу дұрыс та? 16-дан 8. Ана екеу 8 болды ма? Ана екі алып тастағанда. Онда дұрыс. Отырамыз. Бұл бізде үшінші топ болды ғой. Қате емес дұрыс шығады. Ал, солай өңдес. Бізде барлық жиындардың саны болуш болды, яғни бізге оның ішінен сары мен қызыл түсіп беруіміз ықтимал болды. Төрт түс болды. Ана алып тастағанда неше болды вообще? 8 болды ма? Сары мен қызыл тоқсанның Жасыл мен көкті алдында. Есептедіңдер. 13-те 5 дұрыс қой да? Жақсы отырамыз. Бәріміз түсіндік қой да? Қосу ережесі қандай уақытта қолданылады? Шамамен қалай есептеледі? Қарайлайық. Енді бізде жаңа айттық тақырыпта көбейту ережесі дедік та? Көбейту ережесі. Енді қараңдар, көбейту ережесі қандай уақытта қолданылады? Егер міне тиынмен да қолымызға тиынмен не алсақ, ойын сүйегін алсақ. Мысалға, ойын сүйегі дегенді білесіңдер ғой да, былай сосын тиынды алсақ, например. Тиын неше жағы бар? Лақтырсаң не мына жаға түсуі мүмкін, не мына жаға түсуі мүмкін. Басқа жағдай жоқ да? Екі жағдай. Сонда біздің n-ымыз тиынға келгенде 2 болады. Дұрыс қой да? Ал енді жаңағы нені лақтырсақ, ойын сүйегін 6 жағы бар ғой да? Онда бұның n-і 6 болады да? Барлық мүмкіндіктер саны. Енді осының ішіне бізге сұрақ былай қойылады. Екеуін бірге лақтырып жатыр, да?
Онда тиын елтаңба жағымен түссін дейді. Тиын елтаңба жағымен түссін дейді. Ал ойын сүйегі 5 цифрмен түссін дейді. 5 цифр ода нешеу? Біреу, да? Онда, значит, 1 деген түсінікті ода 2-ден біреуін алды елтаңба жағын, 6-дан тағы да біреуін алды. Сосын ол екеуін не істеді? Көбейтті. Себебі неге? Бана біз екеуін бірге лақтырып тұрып. Қашан сендер бірге лақтырасыңдар, сол кезде көбейтінді ережесін қолданасыңдар. Түсінікті да? Сонда бұның ықтималдығы одан да аз болып шығады. 12-ден 1. 2 мен 6-ның 12, 1-1 деп осы есептеп шығады. Түсінікті ғой, да? Енді бұған жеке жұмыс дайындап бердім. Жеке жұмыс бізде оқушылар бөліп қоймай енді қазір. Жеке жұмысын қайда тауып алу дейді, біз жазып қойып, қазір қағазында осыған қарап отырып, штаб. Оқыды ма? Есеп. Жеке жұмысын тақтаның сол жақ жоғары бөлігінде тұр. Алама. Сол жақ жоғары. Біледі екен сол жақ. Сол жақ біледі екен. Сарказм айтады. Махаббат жеке жұмысы мұғалім үстелінің оң жағында тұр. Тез бара аласыз. Оң жағынан алдың ода? Біреуткін алып кеткенде. Жинағат жеке жұмыстың алгебра оқулығының 10-шы бетінде тұр. Алгебра ана жерде тұр. Сабина. Арай олып қорап деген мынау ба? Орындай береміз алғанда. Жаңағы есеп көбейтін ережесі бойынша орындай береміз. Мансұр. Компьютердің бөлімін бетіректі. Тауып бердің ғой да? Ақтілек. Тақтаның оң жақ төменгі бөлімінде тұр. Оң жақ төменгі бөлімі. Дұрыс қой да? Әмір, жеке жұмысын сол жақ төменгі бөлімінде тұр. Далее. Интернет кітаптарының жанында. Саида. Алгебраның 100-ші қасында келген. Ал. Әзілхан. Жұмысын екінші терезенің жанында тұр. Нұршат. Қораптың үстінде тұр. Нұршат. Қандай жұмысын? Саят. Есікте тұр жеке жұмыс. Әлі жоқ. Мөлдір. Мұғалім үстелінің шеті сол жанында. Ал, бастаймыз. Түсініксіз болса сұрақ тақтауға болады. Бұл да 3 балды, иә? Қазір дискрипті шартпай тақтаға. Дискрипті керек болса тақтада тұр. Екі жағында да екіден бағасы да Махаббат дайын ода, жеке жұмысын оқып шығаруын айтамын.
бізде махаббат есебі дайын екен оқимыз. екі тиын лақтырылғанда он екінші сан Екі тиын лақтырылды да. екеуінің де сан жағымен түсу ықтималдығы Екеуі де сан жағымен түсуі да. Аха, неше деді? Шығару жолы. Көбейту. екіден көбейту екіден көбейту Дұрыс қой да, екіден бір көбейту екіден бір тең көзінен бір. Дұрыс отыра айта алады хан. Ал айтқан кімді көп айта бермейді, бір айтқан жалайды. Екеуінен сүйегі лақтырылды, екеуінде де бір цифрға түсуінің ықтималдылығы. Ойын сүйегі деген ол неше жағы бар? Иә, Алтыдан бір көбейтілген алтыда бір тең болады 36. 36-тан бір. Дұрыс қой да? Жақсы. Ал айта екі тиын лақтырғанда екеуінің де сан жағымен түсу ықтималдығы шыққанын айтшы. екіден бір көбейтілген екіден бір тең төрттен бір. Дұрыс. Айта. Дайын адам айта осы. Карина. ойын сүйегі мен елтаңба лақтырылды. Ойын сүйегінен 1, 3, 5 цифры ал тиыннан елтаңба түсу ықтималдығы бар. Енді менде 3 цифр сұрап тұрғаннан кейін 3-тен 6-нан 3 деп Дұрыс. алдым. Оны 2-ден 1-ге көбейтті, сонда 12-ден 3. Қысқартып. Үшке қысқартып. 4-тен 1. 4-тен 1. Келесі кім дайын айта бер. ойын сүйегімен тиын лақтырылды, ойын сүйегіне жұп сандар, ал тиыннан елтаңба жағы түсу ықтималдылықтар. Ойын сүйегінің менде 6 жағы от, ал соның ішінде жұп сандар 2, 4, 6 яғни 3, 6-дан 3. Ал тиын менде 2 жағы бар, яғни 2, тиынның елтаңба түсу ықтималдығы 2-ден 1. Көбейткенде 2-ден 6-дан 3 қысқарады, 2-ден 1. 2-ден 1 мен 2-ден көбейтіледі, 4-тен 1. Келесі. Айта. екі тиын лақтырылғанда елтаңбаның екі жағы Елтаңба екеуінде де да. Неше бар? 4-тен 1. Дұрыс. Келесі. Айта. Екі ойын сүйегі лақтырылды. Бірінші ойын сүйегінің жұп сандар, екінші ойын сүйегінде 4 цифры түсу ықтималдығы бар. Біріншісінде менде 3 сан сұрап, жұп сандар сұрап тұр. 3, 2, 4, 6, 6-дан 3-ті, 6-тан 1-ге 6-тан біреу да, бір цифр сұрап қой. Сол 36-тан 3 шықты, соны қысқартып 12-ден 1. Келесі. Айта. Айта бермей тұрып айта бер. Екі тиын лақтырылды, екеуінде де елтаңба түсу ықтималдығын тапты. Ал. 2-ден 1 көбейту 2-ден 1 тең 4-тен 1. Келесі. Тағы өзі. Ақлет. Екі тиын лақтырылды, екеуінде де елтаңба түсу ықтималдығын тапты. 2-ден 1 мен 2-ден 1 көбейтілген 4-тен 1 шықты. Айта. Екі тиын лақтырылды, екеуінде де сол жағының түсуі. Сан жағы бар. Сан жағы. Иә. 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 тең 4-тен 1. Ойын сүйегімен тиын лақтырылды, ойын сүйегінен 3 немесе 5 цифры, ал тиынның елтаңба жағы түсу ықтималдығында. Ойын сүйегі 6-дан 3 көбейтілген. Неге 6-дан 3? 8 бар. Неше цифр сұрап тұр? 3 пен 6-да. 2 цифр сұрап тұр, неге 6-дан 3 пен 6-дасыз? 6-дан 2. 6-дан 2 болады еді. Сосын қысқартқанда 3-тен 1 болады еді. Бірақ көбейту арай шығарған дұрыс шығар енді. Екі тиын лақтырылды, екеуінде де елтаңба түсу ықтималдығын тапты. 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 тең 4-тен 1. Дұрыс. Ағарай. Кім айтады? Айта берсін. Екі тиын лақтырылды, екеуінде елтаңба түсу ықтималдығын тапты. 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 тең 4-тен 1. Әлем біздер жоқ. Екі тиын лақтырылған екеуінің түсу ықтималдығы Қалай бар? Екі тиын лақтырылған екеуінің де сан жағымен түсу ықтималдығы бар. Екіден бір көбейтілген екіден бір тең 4-тен 1. Жақсы. Түсінікті болды да, қандай жағдайда көбейту ережесін қолданасыз да? Енді ары қарай. Шартты ықтималдық. Бұл жаңа қосындыны түсіндік та, көбейтуді түсіндік. Енді соңғы шартты ықтималдық. Шартты ықтималдықтың анықтамасында дәптерге жазып алды, главный формуланы жазып. Осыны жазып алды. Қазір сосын түсіндіктер көп. Тезде жазып алды. Осыны емшісен.
қараңдар. Біреулер демесе қарамастан. Так. Мына жерде қасында неше асық бар? 5 асық бар. Қандай түсті? 3 ақ. Енді бізде жаңадан бері тек қана таңдап жатырмыз да. Тек қана таңдап, тек сол бойынша есеп шығады. Енді бұл шарттық ықтималды жағдайында бірінші таңдаймыз, таңдағанымыз қайта кері орнына бармайды. Оны алып тастаймын да екінші таңдаймын. Уже бұл жақта ықтималды өзгереді. Түсінемін. Енді мен былай қойсам сұрақты. Мен екінші таңдаймын да, екеуінде де ақ болу керек десем. Онда ықтималдылығын да былай есептеймін. Бірінші неше болды? 5 болды. Так, бізге болу керек. 5-тен неше бар? 3 бар да? 5-тен 3. Ақты таңдап алдым да? Таңдап алғаннан кейін неше болады? 4 болады. Екіншісі ақ болу керек дедім. 4-тен неше? 2. Көйткенде 2-ге қысқарады, мынау 3, мынау тең болады 0,3-ге, немесе 0,3-ге деп айта беруге. Сондықтан да бұл шарттық ықтималды қандай да. Енді ары қарай есеп шығарамыз. Кімде сұрақ бар ма сұрақ? Түсінбей қалған. Тақтамен жұмыс жасайық. Ал енді тақтамен жұмыс жасайық. Честно болсын дедім да, мына. Түсінде цифра бар ғой, мана шарларды, да? Сол қазір ақтырам, кімдікі төбесіне түсіп, сол тақтаға шығамыз, иә? Ал, ол бар жүрмейді. Ал, 5 бар ма? Сен ба? Ана тақтаны тазалап, бірінші оқушы деген есеп шығара бер. Бір бар ма? Ал қалған оқушыларға есеп көріп тұр одасында. Бұратта 5 ақ, 2 қызыл асық бар. Кезекпен алынған 2 асықтың да қызыл болу ықтималдығын табамыз. Енді мына жерде иә, ана көзге естіте алмайтындар бар ғой бізде. Ондайлар болса мына жерден таңдап келіп алып, қасына алып шығарып қарауға болады. Ал берші. Мен жаңа бағалауын сөйледім, оған. Sayıda sevgi birinci var. Müldir, makabat ikinci de. Süt mü? Aldın da. Al çıkarabilirim. Fizik alma değil, bana bir dakika. Fiziğimiz. Böyle alalım, tuzunu çıkaralım. Tek var o yüzden hiç keyiflerimiz çıkarmaz olmalı. Beni de çıkarsın. Yok, ben bana kalay oldum. Bir gün sırası aldım. Ya, birini almayı tık birinci yazı aldım ya. Общий. Ага. Неге біреу қызыл жоқ алмайсың, алмайтын жазып вот енді алдым деген сөз, енді алдым деген сөз, енді аласың. Бір қызылға, иә? Енді ара есептейді. Сенде? Төрттен не болды төртте? Ақ жүр бірізде. Қызыл болу керек, одан не ақтал жасың. Иә? Бесеу өзіңізде, бесте, сенде 3 қызыл ма? 3 ақ, 2 қызыл ма? Онда сен қызыл таңдай жатырсың. Қызыл екеу. Неше оғат қызылдар? Неше оғат қызылдар? Біреуін алдым, біреу. Он кеше естідім мен жаңа. Дұрыс. Так, 12-ден 2 қысқартқанда алыстандырды. Бірақ мен көмектесіп тұрмын. Ал енді түсіндірме ма көмектескенге? Ал енді отырған оқушылардан кім бар шығады?
ал айтамын. Сендер қалғандарыңыз сол бойынша тексер. Құратта бес ағым қызыл асық бар. Қызыл болуы ықтимал тұрғанда 7-де 2 көбейтілген 6-дан 1 тең болады 21-де 1 қысапты. Ал енді осылай кімге шықты? Гүлая, Мөлдір, тағы. Ал бір тексер. Мында 7-ден біреу алса неше алады? Онда не бестер қойды? Албай. Семинарға дайындалып. Дұрыс қой, енді үстінде. Неше-нешеден. Дұрыс. Еще общий. Жетеуміз бе общий? Әлі тақтағанымыз ба? Так, Әлихан үш орындағыз. Саят орындағыз. Арағым жаңа, мен көмеген шығарым. Нұршат қате жерләтсіз бар. Дұрыстады ғой да мен айтқаным. Сәлем. Мана бірінші оқыдым дұрыс. Сосын. Арғай. Ақтілек не болды? Шыққан жоққа. Көмектеп тұрған қасында. Сүрек. Динабат. Сана көрсеткен ғой дұрыс. Саида. Мен көмегімде шығайын. Мана. Көмектесін. Изамия дұрыс. Хабар. Махаббат тақташын есет. Енді бар ғой оқушылар бағалар шықты ғой да? Мында өтір жазып көрттім да, Әділханда біз неше бал болды? 10 бал болып тұр. Ал мен қатемді түзеп отырмын да өтірік айтып қоймын кейін. Мадина жоқ па біздің? Арал дұрыс па? Нұршат, Сабин, Ақтілек, Динабат, Саида. Так, жазып қойғанмын. Әмір, Заря, Махаббат, Мөлдір, Есет, Мансұр. Ал, кімге ұнамай қалып бағалар? Жақсы бағалар да, түзі бәрі көріп ал кері байланыс оқушылар, мен сендерге не жібердім, группамыз бар. Сонда сілтеме жібердім, соны ашып. Нұршат, есептер қызық келеді. Сабақ маған өте қатынады, әсіресе топтық жұмыста өз белсенділігімді көрсетуге болады. Ал оқушылар сонымен аяқтайсыздар, жазып маған жіберіңдер, мен